Әйел ерге ұсынып адаласын, ер әйелді бағым деп бағаласын. Отбасы мықты болса, отан мықты, аралап жүрген сөз ғой ел арасын. Әр ошақтың түтіні түзу шықса, бақытты байтақ отан бар алашым. Шалқар радиосының эфирінде өнегелі отбасы хабары. Ұлт құндылықтарын ұлықтайтын ұлттық радио желігіне жаңадан қосылған тыңдарман болса, баршасына қайырлы күн дейміз. Эфирде өнегелі отбасы хабары. Бағдарлама барысында дыбысты қадағалап әнмен әрлейтін әріптесім Жадыра Сардарбек қызы, микрофон алдында Ақбота Қанайқызы. Шортанбай ақын және қазақ отбасы бүгінгі бағдарламамыздың бас тақырыбы осындай. Ардақты ағайын, егерде осы тақырыпқа ой қосамын десеңіз, болмаса қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, біздің байланыс телефондарымыз 55-33-66. Студиямыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Студиямызға қош келдіңіз, аға. Қош көрдік. Жалпы Шортанбай Қанайұлы ақынның өмірбаян туралы деректер өте аз, жоқтың қасы десек болады. Кей мәліметтерге қарағанда Шортанбай Қанайұлы 1818 жылдары Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан ауданындағы Кентау деген жерде туды десе, енді бір деректерде Ақмешіт қожасы делінген, Өз өмірін сол заманғы ұнамсыз мінездерді сынға алуға, жалпы бай болыс, қожа молдалардың озбырлықтарын жырлауға арнаған болатын. Бүгінгі бүкіл ұлттың қасіретін айналып отырған ажырасу, жетімдер үйі, қарттар үйін көбеюі, сол заманғы саясаттың салдары екендігін сол кезде ол кісі болжап білген, Осыдан бастайықшы. Жақсы. Қалай көрініс тапқан? Жалпы біз Шортанбай Қанайұлын ол тек қана зар заман ақыны деген бір рамкаға сыйғызып қойып, сол арқылы ғана қарадық. Бұлар зар заман ақыны, бұл кезіндегі Совет үкіметі кезінде берілген баға ғой. Бұлар зарлап өткен, бұлар болашақтан түңілген, бәрі өтіп кеткен деген сияқты бір қағида жасап алдық та, соның ішіне кіргізіп қойдық. Шортанбай, Мұрат Мөңкеұлы, сол кісілерді. Ал шын мәніндегі бұл кісілер ешқандай да бір зарлап отырған жоқ. Бұлар барды бар деп айтып отыр. Яғни заманның бұзылып бара жатқанын айтып отыр. Жалпы мынау әулиелік дейді. Шәкәрім атамыз айтады, біз әулиелік дегеніміз ол белгілі бір жерде бізде қол жетпейтін нәрсе сияқты. Шәкәрім атамыз айтады, әулиелік деген ол түзу ой мен түзу тәжірибе дейді. Бар жоқ сол дейді. Сонда кім аузында Алласы болса, көңілінде Құдай болса, түзу ой ойласа, түзу тәжірибесі болса, ол өзінің заманы туралы және болашақ туралы әулиелік ой айта алатын қабілетке ие бола алады екен. Шортанбай Қанайұлы ол осы әулиелік қасиеттер бар адам. Оны енді мына жолдарынан-ақ байқаймыз. Осы Шортанбайдың жалпы мұрасын насихаттайтын, оның Шортанбай мұрасындағы қазақи ұғымдарды тірілтетін уақыт келді. Өйткені жасыратын жоқ, өзімізге ауыр тиіп жатыр. Мына Шортанбайдың қалдырып кеткен мұрасын алып шығу, оны түсіну ауыр тиіп жатыр. Түсініктері, кесек-кесек қазақи түсініктер. Мысалы былай дейді: ауыл малы бұралқы, ақылы жоқ жаманға, атасын алдар баласы, жақсылықтан нәрім жоқ, жамандық асқан заманда. Мегежіндей ұл тумас, қайын болмас қабанда, балам бар деп мас болма, өзіңнің болсын аяңда. Болмағанның бәрі сол, ерлі зайып араңда, малдан зекет бермеген, аузына Құдай кірмеген, қайыр жоқ сараңды дейді. Сонда бұл жерде мындай деп айтып отыр: ауыл малы бұралқы деген кез, мынау ақыл жоқ жаманға, мынау дүниенің бәрі, ауыл малы бұралқы деп отқан дүниенің бәрі бос, лағып, ретсіз жүрген сияқты көрінеді дейді. Бұралқы деген нәрсе мына иесі жоқ нәрсені айтады да. Соны ауыл малы бұралқы деп отырғанымыз, ақылы жаманға мына дүние иесіз, ел киесіз, ештеңе сұраусыз сияқты көрінеді деген бір ойларды көреміз да. Шын мәнінде судың да сұрауы бар ғой. Сонда ақылды адамға ешқашанда ауыл малы бұралқы көрмейді. Қазақ айтады, еттің есі болса қасқырдың тәңірісі бар дейді да. Мұны бірінші жолы осылай түсінеміз. Енді екінші нәрсесі, бұл мынау атасын алдар баласы, жақсылықтан нәрім жоқ, жамандық асқан заманда дейді. Қазір шын мәндегі мынау атаның тілін алу деген ұғым бар қазақта. Қазақ өзі айтады, атадан алтау тумай ма, ата жолын қумай ма дейді. Егер
атаның тілін алу дегеніміз ұрпақтар аманатын баланың мойнына алып, бүкіл жауапкершілігін мойнына алып, соны жалғастыру деген сөз. Атаның жолы. Атаның тілін алмау дегеніміз ұрпақ сабақтастығының үзілуі. Ол жаңағы ата-бабалардан қалған мұрадан бас тарту. Бұл заманның кергетуі дейді. Оған негіз болып отырған дейді. Мына жақсылықтан нәрі жоқ, жамандық асқан заманда дейді. Шын мәніндегі қазіргі кезде осы әлі де актуальды. Қазіргі кезде сол атаның жолын жалғастырып жүрген, атаның тілін алатын, ата қазақтың жолын ұстанатын ұрпақ өсіріп жатырмыз ба деген бір жаман ой келіп отырады да. Енді келесі бір өте сұрапыл ой, қорқынышты ой дейді. Мегежіндей ұл тумас дейді. Қайын болмас қабан дейді. Жалпы мегежін деген шошқан ұрғашын айтады. Сонда бұл қазақта бір сөз бар. Арыстан аш болады, шошқа тоқ болады дейді. Бұл мынау ұл тумас дегенде мегежін ол тура мағынасында ол ұрғашыда туады, еркекте туады, оны айтып отырған жоқ. Бұл жерде мегежін деп кімді айтып отыр? Мегежін деп мына дүниеге көзі ауып кеткен, дүниеден басқан ештеңе ойламайтын адамды Шортанбай мегежін деп отыр дейді. Ол дүниеге көңіл ауған адамнан дейді. Елдің қамын ойлайтын, ұл тумайды деп отыр да. Қазіргі кезде неге мысалы ұл тумай жатыр? Өйткені шын мәніндегі көп адамның көңілі дүниеге ауып кеткен. Осы боқ дүниеге көңіл ауып кеткен ғой. Боқ дүниеге көңіл ауған адамның көкірек көзі бітеледі екен. Ал енді қазіргі кезде сондай бір керемет сөз бар ғой. Адам көкірек көзі ашық болмай, әйелдің көкірек көзі ашық болмай, мынау даналыққа жүкті болмай, дана бала тумайды деген түсінік бар да. Сондан мегежін деп кімді айтамыз? Мегежін деп ол дүниеге көңіл ауып кеткен адамнан дұрыс ұл тумайды деп отыр қысқасы. Ал енді қабан деген сөз, қайын болмас дегеніміз, қабанда дегеніміз, мына жерде мындай бір сөз бар. Ер жігіттің 3 жұрты бар дейді. Өз жұрты, нағыз жұрты, қайын жұрт дейді. Мынау қабан деп қазақ қайырымсыз адамды айтады. Сонда мынау қазіргі кезде шынымен де өз қызын алып, қайын жұртына қарайласпайтын, қайын жұртын менсінбейтін, қайын жұртына тіпті қатыгездік танытатын арамызда адамдар бар, жігіттер бар. Бұл да бір сол имансыздықтың белгісі деп айтып отыр Шортанбай. Сонда бұл бізде қазіргі кезде Шортанбай нені тірілтіп отыр? Сонда мегежін деген ұғымды тірілтіп отыр. Сонда мегежін деп кімді айтамыз? Дүниеге көңіл ауған, көкірек көзі бітелген адам. Ол меңіреу қатыннан меңіреу бала туады дейді. Одан дұрыс бала тумайды деп отыр. Ұл туды дегеніміз бұл жаңа бір шегі артық ұл деп айтып отырған жоқ. Ұл дегеніміз елдің қамын ойлайтын адамды қазақ ұл деген. Сонда қазақ көңіл толмаған кезде ұл айтады екен, ей, сенің де шешең кеше ұл туды деп қалжа жеді ғой деп айтады. Сондан қазақ айтады, ұл туғанға күн туады дейді да. Ұл туу қазір әрбір қазақ қатынның арманы болу керек. Ал ол үшін әрбір қазақ қатыны ата-бабасының мұрасын меңгеріп, көкірек көзі ашық болған кезде ғана, мегежін болмаған кезде жаңағы. Мегежін деген не? Ақша, байлық, карьерадан басқан түк ойламайтын адамды Шортанбай мегежін деп отыр да. Ол ұл тумайды дейді. Неге? Ол өз сияқты мегежін туады деп отыр да. Дүниеден басқан ештеңе білмейтін. Өте ауыр сөз, бірақ кесімді күн бұл. Енді келесі, балам бар деп мас болма, өзіңнің болсын аяңда дейді. Яғни ая деген алақанның аясы ғой. Сенің балаң өзіңді тыңдамаса, ақылыңды алмаса дейді. Ондай баланың барынан жоқ дейді. Оған сенің балам бар екен деп мас бола берме дейді. Шын мәнінде дұрыс айтып отыр. Аяңда деген сөз өзіңнің, сенің тәлім тәрбиеңді, ата-бабаның жолын жалғастырмаған балаңа бар екен деп оған мас бола берме дейді. Ондай баланың барынан жоғы деген қазақ айтқан баяғыда. Ауыр сөз, бірақ енді рас сөз. Енді айтып отыр, болмағанның бәрі сол, ерлі зайып араңда дейді. Болмағанның бәрі дейді. Яғни не? Бала егер болмай қалса дейді. Балаң болымсыз болса, ол ерлі зайып араңда. Яғни ерлі зайыптылардың арасы дұрыс болмаса, балаң болмай қалады дейді. Қазақ айтқан ғой, біріншіден не жаман, өсек жаман. Екіншіден сүймеген төсек жаман. Ер жігіттің бойында болмаса өнер, жүргеннен не пайда, есен аман дейді. Сонда ерлі зайыптылардың арасы дұрыс болмаса, төсектері көңілсіз болса, бір-бірін сүймесе, қазақ айтады, көңілсіз төсектен көтсіз бала туады. Болмай қалған бала, соны айтып отыр, түсінсіз бе? Міне сондықтан баланы кінәлаймыз кейде біз. Бала болмай қалған екен деп. Неге? Ерлі зайып аралар дұрыс болмағаннан кейін жаңа бала дұрыс болмайды екен. Және тіпті ақтан берді айтады ғой, екі жаман қосылса, күнде жанжал, күнде шу, ұяларлық ар бар ма дейді. Екі жаман бас қосса, ерлі зайыптардың арасы дұрыс болмаса, күнде ұрыс көрген, күнде төбелес көрген балада болмай қалады екен ғой. Сонда Майқы би айтқан ғой, ұрыс көрген ұл мен қыздың мінезінің мәні болмас дейді. Міне сонда бұл қандай ойлар айтып отыр? Міне бұл бірінші Шортанбайдың тәбәрігі да, бұл бізге беріп отқан. Осыны түсінген адам, мынау қасиетті Рамазан айында неге айтып отырмыз? Алла Тағала өз аузымызға салып, екі тақырып түсінген адамға Алла разы болсын. Осы Майлықожа мен
Шортанбайды. Бұлар шын мәніндегі қазақтың ақиретін күзеткен, иманын күзеткен біздің кешегі аталарымыз еді ғой, қожа аталарымыз еді. Ардақты ағайын, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Студиямыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза болатын. Бүгінгі тақырыбымыз Шортанбай ақын және қазақ отбасы деп аталады. Байланыс телефондарымыз 55-33-66. Осы тақырыпта қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар дейміз. Омар аға, заман ақыр кезінде ұл сыйламас атасын, қыз сыйламас енесін, ер жетім деп егесіп салыстырар денесін. Зауалды заманда ғұмыр кешкен Шортанбай ақын негізінен болжампаз, көреген ақын болған. Жалпы болжамдар жайында айтыңызшы. Жалпы мынау заман ақыр деген кезде бұл діни түсінік бойынша заман ақыр болады. Бірақ Абайдың айтып отырған, Шортанбайдың айтып отырған заман ақыры бұл діни түсініктегі заман ақыр емес. Бұл адамның моральдық тұрғыда айтып отыр. Мысалы, Абай айтады, заман ақыр жастар, қосылмас ешбір бастар, бір-біріне қастыққа, қойнына тыққан тастар, секектеп келер өздері, күлімдеп келер көзі, шошқатуар сөздері дейді. Сонда заман ақыр деп нені айтады? Заман ақыр дегеніміз Құранда да айтады, заман ақырдың белгісі жастардың бұзыла бастауы дейді. Сонда бұл Шортанбай айтып отыр. Заман ақыр дегеніміз не? Ол елдің бұзылуы. Сол елдің бұзылуынан Шортанбай бұл бақшы деген сөз, елдің бағын күтушінің бақшы деген. Бұл бақшы ретінде айтып отыр да, дабыл қағып отыр. Бұл ескертіп отыр, заман бұзылып бар неге? Өйткені қазақ айтады ғой, ол жақсылықты айтып қой, жамандықты таяп қой дейді. Жамандық айтса кетеді дейді. Негізінен біз көп адам айтады, айтпаңыз дейді, бұзылып жатқан. Егер сен оны айтпасаң, сын тезіне салмасаң, қазақ айтады, сын түзелмей мін түзелмейді дейді. Көріп тұрып айтпасаң, соның аманаты мойнында кетеді, ертең ақиретте сен сұра аласың. Сондықтан айтып отыр Шортанбай. Енді Шортанбайға келетін болсақ, мына бізде бір нәрсе бар. Қандай? Мынау құда деген ұғым бар. Құда. Отбасы ұғымында құда. Құда, біз қазір құдамызды сыйлай алып жүрміз бе, мысалы. Көп негізінен шынымендегі отбасы қарым-қатынастар осы құдалардың аралары дұрыс болмағаннан кейін бұзылады ғой өзі. Сонда қазақ айтады, қазақ осы құдаларын құдайдайын сыйлайтын дейді. Құда мыңжылдық дейді. Құда мыңжылдық дейді. Ол тырп еткізбейтін ұғымдар да бұл. Құда мыңжылдық, күйеу бар жоқ 100 жылдық дейді. Құда замандарға кетіп қалады да, бұл сондай берік туыстық қатынастар ғой. Сонда Шортанбай айтады, көп жалғыздың саясы, нар түйенің жақсысы, бауыр сүттің маясы, тайып кетсе аяғың дұшпанның қанар табасы, арам пиғыл залымның татуда болмас құдасы дейді. Сонда жалпы мынау арам деген сөз қазақта арам дейді ғой, арабтың харам деген сөз шыққанда, бұл пиғыл дегеніміз ниет. Егер сен шын мәніндегі құдаласқан кезде сенің пиғылың арам болса, ниетің, яғни сенің ниетің қызыңның бақытты болуы, немесе ұлыңның бақытты болуы емес, сол қызыңды сатып мал тауып болса, ұлың арқылы баю болса, ниетің харам болса, ондай құдалардың арасы тату болмайды деп отыр да Шортанбай. Сондан иннама ағмал бин ниет дейді. Шын мәнінде ниет, амалдар ниетке байланысты. Абай айтады, ниетің таза болсын, сенің аппақ, екі елі аузыңа қойсаң қақпақ дейді. Міне сондықтан қазір кездегі отбасының негізі бұзылып жатқаны, қазір қазақта мақал бар, шешені қызды шешесі бұзады дейді да, мысалы. Сол құдалардың ниеті, пиғылы дүниеге ауғаннан кейін қазір көп отбасы бұзылып жатыр. Сондан Шортанбай тағы бір ұғымды бізге ұсынып отыр, арам пиғыл дейді. Сонда арам пиғылдың тату болмас құдасы дейді. Бұл да бір бізге ескеріп жүретін, дәл қазір кездегі мынау балалардың бағын байламай, балалардың бақытты болуын ғана ойлау керектігін меңзеп отыр. Санасы бар, сәулесі бар адам түсінетіндей қылып айтып отыр енді. Ардақты ағайын, бүгінгі студиямыздың қонағы абайтанушы ғалым, филология ғылымдарының кандидаты Омар Жәлел мырза. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы Шортанбай ақын және қазақ отбасы. Бағдарламамызға осы басты тақырыпқа байланысты қояр сауалдарыңыз болса, біздің 55-33-66 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Омар аға, мына заман қай заман? Азулыға бар заман. Азусызға тар заман, мұның өзі зар заман деген екен. Осыны ашып өтсеңіз. Негізінен мынау азулы мен күшті жеңетін заман, бұл халықтың азған, елдің азған, қоғамдық қатынастардың бұзылған заманы. Шынымендегі керісінше түзу қоғамда керісінше болады екен жағдай. Түзу қоғамда азулылар, тістілер, күштілер елдің қамын ойлап, соған қарай ниеттерін бұрады екен ғой. Ал егер
билік азған кезде, қоғам азған кезде, көп азулылар азусыздарға, тіссіздерге, тырнақтылар тырнақсыздарға тісін батыратын, тырнағын батыратын заман бұл қоғамның азғанын айтып отыр да. Міне сонда қоғамдық қатынастар түзу болғанда керісінше екен. Күшті әлсізге пана болатын, бай кедейге қайырымды болатын заман туындау керек деп айтып отыр. Түсінікті, аға. Келешегі кемел елдің кепілі, бірлігі бекем, өнегелі отбасы. Ардақты ағайын, арнамызға енді ғана қосылып жатқан тыңдаушылар болса, баршасына қайырлы күн дейміз. Эфирде өнегелі отбасы хабары. Бағдарламамыздың дыбысын қадағалап әнмен әрлеп отырған әріптесім Жадыра Сардарбекқызы, микрофон алдында Ақбота Қанайқызы. Бүгінгі тақырып Шортанбай ақын және қазақ отбасы. Студиямыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Жалпы отбасы тақырыбында тағы қандай насихаттар айтқан екен Шортанбай ақын? Шортанбай Қанайұлы былай дейді: заман ақыр кезінде қойнында қатын жатпады, ұрсат тілін тартпады, күн асасқан бұл пенде Құдайдан асты, қорықпады, шешесіне болысып ұлы шоқпар саптады, алжыған кәрі қақпас деп келін тұстан боқтады дейді. Шын мәніндегі қазіргі кездегі отбасы бұзылып жатқаны айтып отырған зайыбы күйеуіне бағынуды қойды. Шын мәніндегі қазіргі кездегі отбасының бұзылып жатқан себептерінің бірі өз байын менсінбей, басқа жеңіл жүріске салынып жатқан әйелдер қазір шыға бастады. Оны кәдімгі жаһанға жария салып, жүмля жұртқа жария қылып жатқан жайымыз бар. Бұл өте қауіпті мәселе. Тура айтып отыр ғой, Шортанбай әулие емес деп қалай дәтіңіз барады? Қойнында қатын жатпады дейді. Ұрса тілін тартпады дейді. Бұрын қатын ұрғанға көнетін. Қазір қатын ұрса тілін тартпайды. Одан сайын өршеленіп, байын түрмеге тығып тынады. Өйткені Құдайдан қорықпайды қатын қазір. Оған кінәлі ата-анасы бірінші, екінші тәрбиелей алмаған енесі, байы өз имансыз байы. Қатынға қатын болып кеткен. Енді екінші бір кесел, қазір кезде ұлы шоқпар саптады дейді. Бұрынғы қазақ отбасында ұлы әке жағында болатын. Әке тәрбиесін алып өсетін. Қазір кезде қатынның тәрбиесін алған ұлдар қатын жағына шығып кетті. Шешесін қорғаштап, әкесіне қарсы сөйлейтін ұлдар пайда болды. Бұл да заман ақыр дейді. Неге? Сол ұлдың санасына жетпейді, ертең ол да қатын алатын. Ертең әкеңнің алдынан не қылсан алдынан сол шығады деген ой кірмейді ғой басына. Ал келін, қараусыз кеткен келін, қартайған кезде кәрі қақпас деп, қаншама қазір кезде атаны сөгіп отырған көзіміз көріп отыр. Бұл заманның азған емей немене? Сондықтан Алла разы болсын Шортанбай Қанайұлына. Мен бұл кісіні әулие деп білем. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырсақ, жалпы өзінің қайтыс болар алдында халқына өсиет қалдырған екен Шортанбай ақын. Сол өсиеттері жайында айтып өтсеңіз аға. Қандай өсиеттер қалдырған? Жалпы мынау Шортанбай атамыз өзінің өсиеттерінде былай деп айтады: ақыл дария білгенге, бұл жалған жоқ өлгенге, байлықтың алды иманды Тәңірім сөйтіп бергенді. Жан жолыма сатқанға жүргенге жүрген білінер. Бұл дүние арман емес тұр бір кезек дәурен сүргенге. Ит жермес арамнан, Құдай безер харамнан. Мехірден қатты мал бітіп, кетпесе мал қораңнан. Пайда қылсан заласыз өзіңе біткен қараңнан дейді. Сонда қарап отырсаңыздар, мына Шортанбайдың негізгі бізге кететін насихаты бұл байлықтың алды иман дейді. Шын мәнінде қазір кезде біз қайтыс болған адам туралы айтып жатамыз. Иманы саламат болсын дейді. Иманы жолдас болсын, иманы бай болсын дейміз. Шын мәніндегі ол иман тіршілігінде сен сауап жасамасаң, Құдайды есіңе алмасаң, намаз оқымасаң, ораза тұтпасаң, қайырымсыз болсаң, бұл иман қайдан келеді? Ол өзінен аспаннан түспейді деп отыр Шортанбай. Сонда бұл дүниенің малы иман дейді. Неге? Шын мәніндегі қандай бір хадис бар: ад-дүние мазрагатул ахирет дейді. Яғни бұл дүние ахиреттің егіні дейді. Осы дүниеде неексең,
соны орасың дейді, Шортанбай айтып отыр. Ал біз қазіргі кездегі мал жинаймыз, бірақ сол малдың өзін иманға айналдыруға, сонда Абай айтады ғой, бұл малды не үшін жинаймыз дегенде Абай айтады, егер малды сен өзің үшін жинасаң дейді, осы яғни ертең 80-90 жылдан кейін шіріп жоғалатын, боқ дүниеге айналатын денег үшін жинасаң, онда өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың дейді. Жоқ, малды жинау керек дейді. Малды не үшін? Малды қайыр қысанда қолым қысқа болмасын деп жинау керек дейді. Сонда адамның иманды жинау үшін адамның қолы қысқа болмау керек дегенді айтып отыр. Өйткені Шортанбай айтып отыр ғой, мал ердің шырайы дейді. Міне сондықтан қазіргі кезде көп адамдар дін жолына түскен адамдар ойлайды, бұл дүние жалған екен, мал керек жоқ, ақша керек жоқ, дүние керек жоқ деп дүниеден бәрінен бас тартып, өзін қиындықта қалдырып, бала шағасын қиындықта қалдырып жатқан түсінігі тар адамдар бар. Неге? Соларға міне Шортанбайды оқыту керек қой. Сонда ғана Алла қаласа біздің қоғамымыз түзеледі деген ниетіміз бар, үмітіміз бар. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Студиямыздың қонағы Омар Жәлел мырза. Бүгінгі тақырыбымыз Шортанбай ақын және қазақ отбасы. Тағы бір болжамдарында Омар аға, ендігі заманның адамдары қандай болары біздерге бір жауап айтыңыз дейді екен жиналған халық. Хал үстінде жатқан Шортанбай ақынға сол кезде бір насихат айтайын, тыңда мұны балалар. Есіткендер ұмытпа, қайсыңда сенің сана бар. Жақсың аттан жығылса, жаманың тұрып табалар. Ендігі сорлы бейшара қорыққанға барып паналар. Керемет қой енді. Шынымен де, мынау жалпы біз қазіргі кезде неге ел бола алмай жатырмыз? Өйткені Совет үкіметі оның алдындағы орыс отаршылдығы қазақтың жақсысын құртты ғой. Жақсы деген кім? Жақсы деген ол элита. Елді ел қылатын, елдің ары, ұяты, тектілігі, бүкіл ата-бабаның асыл қасиеттерін бойына жинақтаған адамды қазақ жақсы дейді. Сонда отаршылдық келгеннен кейін қазақ осы бұқар жырау айтады ғой, армағын құлатып дейді, тай жүгірткен заман-ай. Яғни 18-ші ғасырда айтып отыр. Айтады ғой, жақсылардың малы жоқ, жамандар малменен теңелер. Арғымақтың жалы жоқ, жабылар жалменен теңелер дейді. Бұл мынау ең сондай бір ауыр сұмпайы саясат, бұл елді отарлау үшін олардың екі жақсыларын құртуда. Сонда мынау қазіргі кездегі тәуелсіздік жағдайында біздің бас қатыратын бір-ақ шаруамыз бар. Ол елін, жерін сатпайтын, малым жаным садағасы, жаным арым садағасы дейтін жақсыларды біз тәрбиелеп шығаруымыз керек. Егер біз жақсыларды тәрбиелеп шығара алмасақ, онда мегежіндерді тәрбиелеп шығарсақ, онда біздің болашағымыз шынында да зар заман ақындар айтқандай күмәнді болады. Сондан мынау дұрыс айтып отыр. Ал енді неге қазіргі кезде бұрынғы қазақ арымен ұятымен бағынған ғой, жақсысына. Елжіреп бағынған ғой. Ал қазақ айтады, жаман қорыққан сыйлайды дейді. Қазір сондай заман. Қазіргі кезде тек қана адамдарды арымен ұятымен емес, біз заңмен қорқытып, жазамен жасқап қана басқарып отырмыз. Сонда Конфуций айтқан ғой, заңмен қорқытып халық бағынық, бірақ ұятын жоғалтады дейді. Бірақ дәстүрмен, арымен, ұятпен басқаруға болады. Халық дейді, бағынады, елжіреп тұрады дейді. Біз сол заманға келуіміз керек қазір. Ардақты ағайын, бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, әуе толқынына қоссақ. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Тыңдап отырмыз. Мына Омар Жәлел мырзаға мен айтатыным, мынау айтқан жаңа Шортанбайдың, қазақтың жанұясының бір керемет тақырып, мынау адамның ойында жүрген, адамды толғандыратын сұрақ. Мен Алматы қаласынан қуғын сүргінге ұшыраған жанұяның келіні боламын. Зейнеткер ұстазбын. Бұл кісіге айтатыным, осындай бағдарламаны жиі жүргісе, шіркінай, осыны тыңдайтын құлақ бар ма, осыны тыңдайтын жүрек бар ма, көкірегі ояу адам бар ма, мынау деген үлкен мәселе. Мұны мен қазір жылап отырып тыңдап отырмын. Шіркінай, осындай мәселе бола берсе, біздің қазақ халқымыз мынау имандылыққа көзі ашық болғанмен көкірегі соқыр жандар көп қой. Айналайын Омар, саған Алла риза болсын, денің сау болсын, осындай насихатты көбірек жүргізсең деп мен сенен тілеймін. Мына бағдарламаны осыны жарыққа шығарып отырған Шалқар радиосына мың алғыс. Мынау Рамазан айы мүбәрәк болсын. Осы айда тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Мен таңның атысымен күннің батысына дейін тыңдайтын Шалқар радиосын үнемі тыңдаймын. Осындай хабарларға қосылып сұрақ қоямын, өзімнің тілегімді айтамын. Алла, мынау қазақ айтады ғой, ұрпағыңмен 1000 жаса деп. Айналайын Омар, ұрпағыңмен 1000 жаса, саған айтатын батам,
осы мәселені көтерген нағыз қазақпын, қазақтың имандылығын сақтайын деген азамат айналайын сен екенсің. Мен сондай ризамын. Әумин, рахмет. Рахмет Алла разы болсын сізге де. Сізге де сәттілік тілейміз, аман болыңыз. Өзіңізде ардақты тыңдарманмен Шалқар ұлттық радиосы әлі де мың жасайды дегенге сенеміз. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырсақ, Омар аға тағы да қандай өсиеттер қалдырған екен Шортанбай ақын? Осы отбасы тақырыбында жалпы. Мынау отбасы дегеніміз, жалпы мынау қария деген ұғым бар. Өзі бізде қазір қариялар бар ма? Қазақтың қариясы қандай болу керек деген нәрсені біз Совет үкіметі кезінде шетін көрдік қой, қариялардың. Содан мынау Совет үкіметі кезінде жүйе саналы түрде құртты қарияларды. Неге? Сол кездің интеллигенциясы көзіміз көрді, ауыл аралап, карта ойнап, преферанс ойнап, бұрынғы шежіре айтатын, әңгіме айтатын қариялар қалмады ауылда. Арақ ішеді, көшеге бұрышқа отырып, карта ойнайды, ел аралап, жаңағыдай ел жағалап, түнге ұластырып, преферанс ойнайтын кісілерді көрдік біз. Иә, болды. Солар қазір қария болып отыр. Таңды ұрып, жыр тыңдайтын, қисса тыңдайтын, шежіре айтатын қариялар бар ма? Сонда Бұхар жырау айтады ғой, үй сыртында төмпешік, ертек қойған ат болар, қариясы кімнің бар болса, жазып қойған хат болар дейді. Қазір біз ұрпақты кінәлап жатырмыз. Ұрпақ айтады ғой, ақылды қариясы жоқ елде, ақылды ұрпақ табылмайды дейді. Көкірегі даңғыл, көкірек көзі ашық қария бір үйде тақта отырса, әй деп келін жасқа отырса, бүй деп қатынын жасқа отырса, бері келіңдер деп бала шағасын үйіріп, немерелеріне насихат айтып отырса, қоғамымыз тез түзелмей ме? Сондықтан мынау қазіргі кезде қоғамдағы қазақта ең үлкен тағы бір мәселе, бұл қарияларды біз насихаттауымыз керек. Мықты қарияларды эфирге шығаруымыз керек. Оларды насихаттауымыз керек. Біз қазіргі кездегі жын жыпыр, әзіл оспақ қоғам аза бастаған кезде, өзі әге айтады ғой, Абай айтады ғой, қоғам аза бастағанда періште төменшіктеп шайтан өрнек салады дейді. Қазір біз эфирде нені беріп жатырмыз? Шайтанның өрнегін беріп жатырмыз. Артын ашып күлетін, қазақтың бүкіл болмысын мазақтайтын бағдарламалар қаптап кетті. Сонда Шортанбай айтады, қария қалды ақылдан дейді. Қастық шықты жақыннан. Ендігі күнің кем болған тәубе қылмай қап өттің әуелге бұрын жасыңнан дейді. Міне сонда қарасаңыздар, қария ақылдан қалмау керек. Қария дегеніміз бұл осы елдің интеллектуалдық базасы да қария. Кез келген уақытта түртіп қойсаң, сұрап қалсаң, жанап кетсең, ақылдың бұлағы болу керек қария. Ал қазақта бір сөз бар екен, табалдырық заман ақыр болғанда әулиелер болжаған, табалдырықтан биік тау болмас, жақыннан артық жау болмас дейді. Шын мәнінде қазіргі кездегі бір-бірінің үйінің табалдырығынан аттамайтын туысқандар пайда болды. Жақындар бар, иә. Иә. Өзінің туған туысқандарын жау көретін жақындар пайда болды. Міне, бұл Шортанбай әулиенің айтып отырғаны рас. Сондықтан қазақ айтады ғой, өзіңді өзің жаттай сыйла, жат жанынан түңілер дейді. Біз қашан өзіміздің қазағымызды сыйлап үйренбейінше, өзіміздің қартымызды, оның желбіреген ақ сақалын, әжеміздің кимешегін, келініміздің басындағы ақ жаулығын қадір тұтып өзіміз сыйламайынша, бізді ешкім сыйламайды. Ешқандай, оған сіз алаң болмаңыз. Бұл айтылған сөз айтылғанда. Ал біз қазіргі кезде біз өзімізді қалай сыйлатқымыз келіп жатыр? Біз сыртымызды әшекейлеп сыйлатқымыз келіп жатыр да жоқ. Құранда айтады, қандай да бір халық өзі өзгермейінше, мен оларды өзгерте алмаймын дейді. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, Омар аға, әуе толқынына қосайық. Сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум. Тыңдап отырмыз. Бағдарламаларыңызды тыңдап отырмын. Сонда бір керемет тақырып болып жатыр. Өте бір жолда келеді, тоқтадым да мына жолдың шетіне. Омар ағаны негізі ылғи тыңдап тұрам, сіздерге келіп тұрады. Бір сұрақ мынандай. Осындай тақырыптар бағана апам айтып отыр ғой, тыңдайтын құлақ болса, түйетін жүрек болса дейді де, бар, Құдайға шүкір, ондай адамдар бар, тыңдайды, бірақ аз болып жатыр. Бұл менің пікірім. Сұрағым Омар аға, сіз жалпы өзіңіздің мамандығыңыз қандай, діни істермен айналысасыз ба, жоқ имамсыз ба, жоқ әлде лингвистсіз ба,
бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, жалпы осының бәрін қайдан үйрендіңіз? Жаңағы ұстаз немесе тәрбие, сонымен байланысты ма? Соған байланысты. Содан кейін тағы бір жаңа айтып отырдыңыз ғой, қарияға байланысты бір пікірім білдірейін. Жақсы. Менің жаңағы айтып отқан әулие кісіңіз қазіргі заманда мына ажырасу көбейіп кетті ғой, отбасыға байланысты. Осыған айтқан ой бар ма екен? Жалпы сіздің ойыңыз қалай семьяны сақтап қалуға болады? Бүгінгі біздің қоғамда өте бір үлкен мәселе ғой, осы туралы пікіріңіз. Рахмет бауырым. Көп рахмет хабарласқаныңызға. Қайдан үйренді деп жатсыз ғой. Негізінен Машһүр Жүсіп атамыз айтады, дүниеде 77 тілі бар, соның ішіндегі ең асыл араб тілі дейді. Өйткені оның асылдығы Құран ғарабина деген аятпен бекітілген дейді. Одан кейінгі асыл, одан кейінгі бай қазақтың тілі дейді. Қазіргі жүрген қазақтардың бірде-бірі сол ата бабасының тілін білмейді. Шіркін білседі ғой. Дін де, иман да, ғылым да, әулиешілік те қазақтың тілінде тұр дейді. Мен бар жоғы сол қазақтың тіліне бойлаған адаммын. Кім деген қазақтың тілін бойласа, ол ғалым болып шығады. Ол дінтанышы болып шығады. Дінді сырттан іздеудің қажеті жоқ. 13 ғасыр бойы дін біздің тілімізге сіңген. Бауырыма берер жауабым. Қайдан үйрендіңіз деп жатыр? Мен аталарымнан үйрендім. Ең негізгі менің үйренгенім бұл Абай атам. Кім данышпан болғысы келсе, Абайды оқу керек. Күнде бір өлеңін жаттау керек. Күнде бір қара сөзін оқу керек. Абай өткен мен болашақты жалғайтын алтын көпір. Сондан қазіргі кездегі біздің Абайымыз, Қытайдың Конфуций болса біздің Абайымыз. Өкінішті әрине. Әлемнің 250 мемлекетінде Конфуцийдің институты бар екен. Біз әлі Абайға институт ашпақ түгілі бір жетім шашпай отырмыз ғой. Бұл мәселе осы күнге дейін айтылып келе жатыр. Ардақты ағайын, бүгінгі студиямыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза болатын. Тақырып Шортанбай ақын және қазақ отбасы деп аталады. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырсақ, хабарласқан тыңдарманымыз сауал қойды. Аға, жалпы отбасы тұтастығын сақтау үшін не істеу керекпіз дейді. Иман керек, тек қана иман. Бізді сақтап қалатын иман. Ер адам тұрмысқа әйел адамды алған кезде біреудің қызы ғой енді. Бұл менің аманатым. Ертең Құдайдың алдында жауап беремін деп сезінбесе, ол отбасы ажырасып кетеді. Ал әйел адам біреудің қызы ғой, біреу келін болып түскен бетте. Ерімнің разылығын табайын. Ерімнің разылығы Алланың разылығы деп ойламаса, отбасы ажырасып кетеді. Бала дүниеге келген кезде, мына өсіп отырған балам маған аманатқа қиянат жасамайын, Алла ертең сұрайды деп ойламаса, бала мегежін болып өседі. Мынау үйдегі қария мен күйеу ана Алланың берген аманаты жұмаққа кіргізетін мені кілті жұмақтың ескі деп әрбір келін ойламайынша отбасы бұзылады. Сондықтан Шортанбай атамыз айтып отыр ғой, бұл дүниенің малы иманың дейді. Сондан иман керек. Иман, сол иманның тазалығын ұқтыратын хабарлар жасауымыз керек. Мына Шортанбай атамыз, Майлықожа аталарымыз, мынау кейіннен Мұрат Мөңкеұлы, осы кісілерге біз хабар арнауымыз керек. Сол кезде Алла қаласа біздің ұстаздарымыз айтады, Құран, хадис, әрине ол жақсы, бірақ халық дейді, халықтың жүрегіне әсер беретін дейді. Қазіргі осы Шортанбайдың, Майлықожаның, Әріп Тәңірбергеновтың жырлары дейді. Неге? Өйткені бұнда халықтың жүрегі бар, бұнда халықтың эмоциясы бар дейді. Өйткені Шортанбайда, Майлықожада, Әріп Тәңірбергеновте, Мұрат Мөңкеұлында тұрмаған бетте бұнда Құран мен хадис бар ғой. Болашақта Алла қуат берсе, Ақбота, біз осы аталарымызды алып шығуымыз керек. Енді бір-екі ауыз сөзбен бүгінгі хабарымызды қорытындыласақ аға. Енді қорытындылайтын болсақ, біздің Шортанбай атамыздың негізі керемет ойлары бір ғана хабарға емес, бірнеше хабарға арқау болады. Сонда мына дейді, Шортанбай айтады, күннен күнге тартылып, заман ақыр кезінде ұл сыйламас атасын, арам сідік болған соң атасы бермес батасын, қазы болыс қойыпты некесіз туған шатасын, өзі қылған өкінбес күнде содан тартарсың, абақтыға жатарсың, қыз сыйламас енесін, арттым деп егесіп, салыстырар денесін, пысықсыған немесі, көзің дойып барады, күнде тесіп төбесін, ақсақалдан әлі кетті, болмаса тәңірім демесін, азаматтар әлеумет мұның да несін сөгесің дейді. Сондықтан осы айтылғандардың барлығы Шортанбайдың айтып отырған бізде бар. Қазақ айтады, ауруын жасырған өледі дейді. Шортанбай бұл біздің еміміз, бұл біздің жаралы жүрегімізге, отаршылдықтан шыққан, қансыраған ұлы денемізге шипа.
Сондықтан Алла тағала осы аталарымыздың шипасын бізге дару қылсын. Алла тағала бізге тез сауығып, елімізге, жерімізге, қызымызға, келінімізге, қатынымызға, ұлымызға ие болатындай күш қуат берсін, рух берсін. Рахмет. Сізге де көп рахмет аға, хабарласқаныңызға. Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Мына Шортанбай ақын Қарағанды мен Жезқазған облыстарында қарасты Шет ауданы жерінде қайтыс болған екен. Ол өлер үстінде ескерткіш орнатпауды және үлкен ас бермеуді тапсырып, оған шыққан шығындарды елдегі жоқ-жітік кемтарларға үлестіруді өсиет еткен екен, иә? Ардақты ағайын, біздің арнамен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Бағдарламамыздың досын қадағалап әнмен әрлеген әріптесім Жадыра Сардарбекқызы, микрофон алдында Ақбота Қанайқызы болатын. Шалқар ұлттық арнасы әр жаңғырақта қосулы болсын. Бізбен әрдайым бірге болыңыздар. Төбеңнен елдік нұрын тұрған құйып, өмірде еш нәрсе жоқ, тудан биік. Болама ата салтын ұмытуға, тағзым ет бауырларым ұлы туға. Ұлттың үн байрағы Шалқар радиосы.